Достар, YouTube курсы бастамас бұрын сіздер не үшін ютубер болу керектігі жайлы айтып түсіндіретін боламын. Жалпы YouTube'тың маңыздылығы. Осы сіздер маңыздылықты қалай жақсы түсінесіздер, білесіздер, соған байланысты сіздер осымен жалғасты болатын боласыздар. Ал енді бірінші сұрақ, не үшін YouTube'пен айналысу керек? Және не үшін Instagram емес, TikTok емес? Енді бұлар әрине олардың конкуренттері, TikTok, Instagram және YouTube бір-біріне ұқсас видео темасында, яғни платформасында жұмыс істейтін, жалпы айтқанда. Біріншіден мен TikTok жайлы айтып кетейін, өйткені TikTok'ты бәріміз білеміз, не нәрсе екенін айтып тоқтап отырмай-ақ қояйын. TikTok ол жерде біріншіден ақша шығару өте қиын. Сол үшін де айтатыным, TikTokпен айналысу болады, бірақ YouTube'тан кейін айналысу керек. Себебі мен айтып отырмын, неге именно бір вариантты айтамын, Instagram емес, TikTok емес, YouTube емес деп. Өйткені жаңадан келген адамдарда уақыты және ақшасы жалпы айтқанда аз болады да. Сол үшеуін бірдей алып жүре алуға шамасы келмейді. Сол үшін де біз біреуін алуымыз керек. Біреуінде жетістікке жетсек, содан кейін барып келесілеріне өте беретін боламыз. Мысалы, мен қазір YouTube'пен ғана айналысып жүрмін. Instagram'ға айналысамын скоро, но бірінші YouTube'тан кейін. Неге екенін қазір түсіндіретін боламын. Себебі қайсысы маған тез ақша төлейді, тез ақша келеді қайсынан, немесе қайсынан тез ақшасы шансы жоғары, және қайсында уақыт. Бұлай айтқанда аз уақыт, аз ақша бөліп, результатты тез алу, алдағы жұмыстарды жалғасты қылу үшін. Енді не үшін мен YouTube'пен айналысып отырмын? Потому что YouTube'та сізде мүмкіндік өте жоғары. Мынаны есіңізде сақтап алыңыздар. Просто YouTube'та жұмыс жасау, ақша табу мүмкіндік сіздерде жоғары. Әрине, просто YouTube каналды ашып жатып, сіздер аспан қарап отырмайсыздар, чтобы ақша түседі, аспаннан ақша жауады. Жоқ, еңбек ету керек каждый день. Но YouTube справедливый бір жағын и өте мүмкіндік жоғары. Сол үшін де қазір любойыңыз қанша жастағы болсаңыз да, жалпы сөзге түсінетін адам болсаңыз, онда сіз YouTube канал ашып бастағандарыңыз дұрыс. Бірінші енді сол теманы өздеріңіздің экспертлігіңізге байланысты ашып, сол каналды неғылатын боласыздар. Әрине, ол жерде халықтың сұранысы, көрермендердің сұранысы өте маңызды. Оны кейінгі уақытта айтатын боламыз. Бірінші енді осы сұраққа жауап беріп кетейік. Айтады ғой, TikTok немесе YouTube. Екеуінің біреуін таңдауға келетін жағдай болған кезде біз обязательно YouTube таңдаймыз. Не үшін YouTube, не үшін TikTok емес? Бірінші YouTube ақша төлейді. Екінші YouTube авторский право қорғайды. Үшінші YouTube'та подписчик алдыға жылжи береді. Shorts бәрі бар бұда. Reels деген сияқты. Reels білесіздер ғой да? Shorts YouTube'та. Енді ақша табу деген мәселесін түсіндіре кетсек, сізде 1000 подписчик жинағаннан кейін, 4000 сағат жинағаннан кейін сізге YouTube партнерство ұсынады, одан кейін сізге пин-код жібереді, $10 жеткеннен кейін. Сосын сол пин-код үйіңізге келіп, өзіме точно келді, неше рет, бір емес, бірнеше рет келді, бірнеше каналға қостым. Пин-код келмей қалады деп ешқандай уайымдамаңыз. Пин-код келмесе техподдержкаға шығып, жазып, өзіңіздің Каспи немесе Жусанбанк, жалпы өзіңіздің счетыңызды тіркеп, спокойно ақша шығарсаңыз болады. Оған мен уверен, лохотрон, YouTube'та көп әңгімелер. Мына сайт ақша төлейді. Ешқайсы сіздерге ақша төлемейді, айтайын. Ол енді бөлек әңгіме, кейін осы туралы видео шығаратын боламын. YouTube'тағы көбісі сіздерден алдастырып, мына сайт ақша төлейді, мына сайт подписчик жинап береді деген темаларды оны кейін айтатын боламын басқа видеода. Бүгінгі айтатын нәрсеміз, YouTube бізге ақша точно төлейді. Мен куәгермін. Instagramға жазыңыздар, Instagram шығатын болады мына жерде. Қалай екенін мен түсіндіретін боламын. Екіншісі, авторский право, сіздің авторский құқықтарын қорғайды, сіздің музыкаңыз болсын, өзіңіздің шығарған немесе өзіңіздің видеоңызды точно қорғайтын болады. Сізден ешкім алып кете алмайды, сіздің рұқсатынсыз. Яғни не деген сөз? Сіздің авторский право затыңыз болса, сіз ғана қолданып, сіз ғана сата аласыз. Яғни сіз ол үшін ақша сол үшін сізге ғана түсе алады дегендей. Сол енді үшінші шортс мәселесі. Instagram'да, TikTok'та Reels болса, YouTube'та шортс бар. Өздеріңіз білетіндей. Шортс ол қысқа видео, 1 минутқа жетпейтін. Енді сол видео арқылы сізге жаңадан подписчиктер келетін болады. Сіздің аудиторияңызға сәйкес сізге қызығатын жаңа подписчиктерді YouTube өзі тауып беретін болады. Сізге тек дерзкий контент жасау и все болды. Енді TikTok'ты өздеріңіз білесіздер. TikTok'тың темасы, маған TikToker келеді. Қанша подписчигім бар десем, 300 000 подписчигім бар. Мен сені адамдар танимайды десем, көшеге шықсам, көп адам танымайды дейді. Сосын мен ойландым,
ТикТокта, значит, получается, не істейсің десем, әшейін мен билеймін, үйтемін, бүйтемін, короче. Негізінде оның билеген үшін, не қылған үшін ешкім ақша төлемейді. Сол үшін де ТикТокпен айналысудан бас тарттым мен. Себебі мен билеп, анау қылып жүретін, мен ондай темам ойымда жоқ, ондай дешевый нәрселермен айналысқым келмейді. Сол үшін де мен ТикТокты сызып тастадым. Сосын ТикТоктың темасын тастап кеттім. Содан кейін мен бірінші Инстаграмның темасымен айналыстым. Инстаграммен айналыстым, қарадым, анау, мынау. Инстаграмда ақша төлеу жағы вообще қиын да. Инстаграмда ақша төлеу жағы мүлде қиын. Себебі ол жерде анау дейсің, мынау дейсің, жалпы айтқан кезде подписчик жинау қиын. Бұрынғыдай кім болса соған тіркеле бермейді, өздеріңіз білетіндей. Дерзкий контент жасау керек. Сосын жаңағыда реклама қосу деген темалар вообще ода мүлде ұмыта берсеңіздер болады. Жалпы айтқанда Инстаграмда, ТикТокта базар болып кетті, шын айтайын қазір. Рилста көбісі подписчик жинайды Рилс арқылы. Сосын нәтижесінде оған адамдар тіркеледі, әрине тіркеліп жатыр. Бірақ одан ешқандай бір теңге болса да пайда түспейді. Курсын сатамыз, анау-мынау қыламыз, немесе басқа түрлі продуктыларды ұсынамыз дейді, продукцияны. Но халық ондай нәрсені ала бермейді қазір через Инстаграм арқылы. Сол үшін де мен ютубқа келіп тоқталдым. Себебі ютуб маған ақша төлейді. Ақша төлеген кезде мен ешкімге жалынып жүрмеймін. Инстаграмщиктердің көбісін көресіздер. Бір продукцияны алып, немесе суши жеп отырса, бір нәрсені реклама қылып, мынау керемет деп, короче, құлақтан теуіп, халыққа анау дейді, мынау дейді. Ал ютубта сен рекламаны өзің қоспайсың, оны ютубтың өзі қосып береді. Сенің ол жерге қатысың жоқ, просто сен мен емес реклама қылып отырған деген сияқты, оның ютубтың өзі ұсынып отыр деп айтып құтылып кетсеңіз болады. Рекламаға сіздің түкке де қатысыңыз жоқ, оны әрбір көріп отқан адамға әртүрлі видеоны көрсетеді, яғни әртүрлі жарнаманы көрсетеді. Мысалы, мен және Досбол, мысалы, екеуміз бір видеоны қарап отырсақ, бір уақытта Досболға ноутбук көрсетуі мүмкін, маған автокөлік жайлы, немесе запчастар жайлы, өзім әркімнің сұранысына, несіне, категориясына байланысты. Немесе әйел адамға басқа да тігін машинасын көрсетуі мүмкін, ал маған кәдімгі көлікті көрсетіп, сондай жарнамаларды көрсетеді. Себебі ютубта әртүрлі адамдар бар, әрқайсысына жеке реклама көрсетіледі. Ал сол рекламадан түскен ақшаға пайызбен бөлісіп, мысалы, бірнеше пайызын контенттің авторына, бірнеше пайызын өздеріне алып қалады. Осылай YouTube ақша тауып отыр. Енді қарап отырсаңыздар, YouTube-пен айналысқандарыңыз дұрыс. Сіздер вообще қорықпай қойыңыздар. Мен контент түсіре алмаймын, немесе қолымнан келмейді, камерадан қорқам деген сияқты сөздер, немесе сондай ойлардың барлығын ұмытыңыздар. Оның не айтқым келіп тұр дегенде, сіздер бастаңыздар просто. Ізденіңіздер, қайта-қайта канал ашып, неше түрлі салаларда бастап көріңіздер. Жұмыстан бөлек. Келесіздер жұмыстан, кешке қарай сіздің мейлі қандай жерде жұмыс істейтін болсаңыз да, ауыр болсын, жеңіл болсын, уақыт көп жұмыс істейтін, уақыт аз істейтін болсаңыз, кешкісін бір уақытты бөліп, бір 20 минут, 30 минут ютубтан қарап, қандай сфераны бастасам болады. Ағылшын тіліндегі ютуб, басқа тілдегі ютубтарды қарап, сондай қазақ тілінде сондай бір контент түсірсем, мысалы. Және де оған көп ақша кетпесе, көп уақыт кетпесе, чтобы сізге қазіргі істеп жүрген тірліктеріңізге кедергі келтірмейтіндей. А то көбісі алады да пәленбай миллионды салат ютубқа, пәленбай мыңды салат ютубқа, камера алады, жарық алады, микрофон алады, бір қарасаң, есептеп қарасаң 300-400 мың теңге болып кеткен. Ол ютуб результат әкелмей жатыр басында, сосын өз-өзінен күрсінеді, ішінен таусылады, содан кейін. Мен ютуб менің қолымнан келмейді екен дейді. ютуб сіздің бір күнде, екі күнде істейтін нәрсеңіз емес, бір ай мүмкін уақыттарыңызды жіберіп тұр. Жемісі бар, обязательно, иншалла деп айтайын, обязательно сіздер жетесіздер оған. Обязательно, себебі еңбек ету керексіздер. Контент түсірсе, өзі келеді, аяқ астынан келеді. Неше түрлі идеялар келеді, өзіңіздің авторлық идеяларыңыз келеді. Идея келмесе, шетелдіктерден қараңыздар. Сіздің қайсыған шамаңыз келеді, қайсысы видео өтіп жатыр, соған қарап сіз байланысты видео түсірсеңіз, сіздің видеоңыз өтетін болады. Және содан өзіңіздің табысыңызға айналады. Жалпы айтқанда, сіздің жұмысыңыз ютубер болып шыға келеді. Сіздің жұмысыңыз, негізгі көзіңіз, ақша табатын көзіңіз ютуб болады. Сол үшін де сіздерде қазір мүмкіндік бар, тоқтап қалмаңыздар. Енді мен бүгінгі айтайын тұтқан сабағым бұл бірінші сабаққа кірмейді. ютубта не үшін сіздер ютубер болу керексіздер, сол туралы айтатын боламыз. Алдағы сабақта уже біз бірінші сабақ деп бастайтын боламыз. Сол үшін де ол жерде кәдімгідей неше түрлі кәдімгідей практикаға кірісеміз. Бұл жерде сіздер жалпы ютубер кім, неге ютубер болу керексіз, оның пайдасы, зияны, қанша уақыт бөле аламын, қанша ақша бөле аламын,
солардың барлығын сіздер білу керексіздер. Солардың барлығын біліп барғаннан кейін барып іске кіріссеңдер болады. Бұл менікі немесе менікі емес деген сияқты. Ал менікі емес деп сіз сразу беріле салмаңыз. Сіз бірінші бастаңыз, тоқтамаңыз. Короче, сіздің қолыңыздан келеді. Сіздермен бірге болған Асқар. Келесі бірінші сабақта кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, каналға жазылып кетіңіздер, бөлісіңіздер. Және де қолдау білдіріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.